Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет наурыз көжені рецептімен бөлісетін боламын. Ұлттық мейрамымыз әрбір отбасыда тойланады деген ойдамын. Ендеше бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осы қазанның мөлшерімен жасайтын боламын. Соған лайықтап ет қазы салдым. Яғни үлкен ет немесе ұзын қазы емес, осы қазанның мөлшеріне дайындап салдым. Енді ет пен қазыны жақсылап жуып, астынан от жағып, кәдімгі қамырқаутқа бешбармаққа пісіргендей етіп, етті пісіріп шығатын боламыз. Қыздар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Әрі оңай, әрі жеңіл және әрі өте дәмді болып шығады. Жылда тек дәл осы бір рецептпен ғана жасаймын. Енді өзіме қатты ұнайды, жасап көріңіздер. Кейбіреулер 9 түрлі астан қосады екен. Мен 7 түрлі тағамнан қостым. Яғни 9 түрлі деген өте көп болып кетті. Өзіме осы 7 түрлі дәнді дақылдар, жалпы тұз, құрт, айран барлығы 7 түрлі 7 саннан жасалынып шықты. Бұл жерде менде ақ жүгері мен сары жүгері, яғни екеуі бір тағам болып есептеледі. Жақсылап жуып, тазалап, астына отын жағып, жарты сағат қайнатып алатын боламын. Алдын ала қайнататын және қайнатпайтын дәнді дақылдар бар. Өздерінің қатты жұмсақтықтарына байланысты алдағы уақыт айтатын боламын. Дәл солай бидайды да жақсылап тазалап жуып, бидайды да жарты сағатқа астына от қойып, жарты сағат қайнататын боламын. Ал бұл жерде күріш, бұны қайнатпаймын, тек қайнаған суды бетінен келтіріп жібітіп қоямын. Құртта дәл солай бетінен қайнаған суды қойып, бетінен келтіріп жібітіп қоямын. Ал міне етіміз де пісіп қалды. Кәдімгі бешбармақтың етіне дайындалғандай дайын болды. Сүзіп аламыз. Сүзіп алып, суытып жақсылап турап қойдым. Қыздар, қайнатып қойған дақылдарымды жарты сағатқа бұқтырып қойдым. Яғни жарты сағат қайнаттым, жарты сағат бұқтырып қойдым. Міне көргендеріңізде қопсып әдемі болып қалды. Енді сорпаны бөлек ыдысқа сүзіп алдым, яғни еттің сүйектері болып қалуы мүмкін. Сол жерге барлығын бірден салатын боламын. Яғни жүгері, бидай, күріш, құрт, тұз, соңынан айран қосатын боламын. Сорпасының өзі өте әдемі болып тұр. Қазір құрт пен айран араластырғаннан кейін мүлдем дәмі өте керемет болып өзгеріп шыға келеді. Енді дақылдарды түгел салып болғаннан кейін тағы да жарты сағат қайнатып алатын боламын. Яғни дәміне қарай тұз, құртты саламын да осы уақытта, айранды тек суығаннан кейін ғана салатын боламын. Міне еті мен қазымызды турап қойдық. Қазыны бөлек-бөлек турамадым, себебі балаларыма олай жеу ыңғайсыз болғандықтан барлығын майдалап турадым. Енді міне құртымызды құйдық, қайнап жатқан кезде дайын болған уақытта жақындағанда құртты саламыз. Енді айранды дәл осылай іртіктерін кетіріп, сапырып, сұйық етіп алатын боламын. Көжені салқын жерге шығарып суытып алғаннан кейін, қатты ыстық болмаса болды, жылы болса бола береді. Үстінен 1 литр айран қостым. Яғни қазанның мөлшері 5 литр болса, айранды 1 литр қостым. Описаниеге толық мөлшерін жазып кететін боламын. Міне енді өте керемет наурыз көже шықты. Бізде дәмін енді айта алмаймын. Қыздар, дәл осылай осы рецептпен жасап көріңіздерші, өкінбейсіздер. Дәмі деген өте керемет болды. Наурыз болғандықтан, ұлттық мейрамымыз болғандықтан осылай ыстық бауырсақпен отырып ішсеңіздер өте керемет болады. Отбасыларыңызға, жақындарыңызға, қонақтарыңызға дайындап беріңіздер. Өте ұнайды деген ойдамын. Маған тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен жасап көріңіздер.